Астана қаласында ауыр атлетикадан Азия чемпионаты өтуде. Дүбірлі додаға сарғырлықтағы 21 мемлекеттің ұлттық құрамалары жиналды. Олардың арасында әлем бойынша үздік саналатын Қытай, Солтүстік Корея, Ираннан келген зілтеміршілер де бар. Ал Қазақстан атынан өнер көрсеткен спортшылар жарыстың алғаш күні бір күміс медаль ұтып алды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Лондонда өткен соңғы олимпиада отандық зілтеміршілер қауқарын көрсетуге керемет мүмкіндік болды. Қатарынан 4 алтын ұтқан жерлестеріміздің шеберлігіне бүкіл әлем таңдайын қаққан. Тіпті қыздарымыз көрсеткен нәтиже осыған дейін үздік саналып келген Қытайдан да асып түсті. Ал жалпы сарапқа салынған 15 алтынның 13-і Азия құрлығы спортшыларының еншісінде кеткен. Сондықтан Астанадағы құрлықтық бәсекенің дәрежесі әлемдік додадан кем түспейді. Жиналған 150 зілтеміршінің әрқайсысы бір-бір әлем чемпиондары, бір-бір олимпиада жүлдегерлері. Айтулы додаға Қазақстан екінші құрамасын алып шықты. Ал спорт сүйер көпшілік ұлттық құрама сапында Илья Ильин бастаған негізгі майталмандарымызды көруге асыққан. Оларға демалу керек, ауыр атлеттерге міндетті түрде. Өткен олимпиададан кейін жақсылап отыр, бір жыл демалу керек. Ары қарай бастайды. Илья бастаған бір топ спортшыларымыз бар. Енді осы Лондон олимпиадасынан кейінгі жарысты өткені біз көтерген планкамыз өте жоғары. Бұл планканы төмен түсіруге біздің ешқандай хақымыз жоқ. Қазақстандық спортшылар жарысты сәтті бастады. Алғашқы күннің өзінде 62 келідегі Фархат Харки күміс жүлдегер атанса, қыздарымыз Маргарита Елисеева мен Галина Маматовалар өз дәрежесінде үздік бестіктен көрінді. Ал негізгі бәсеке алдағы ауыр салмақтағы спортшылар арасында өтеді деп күтілуде. Себебі жерлестерімізге осы дәрежелерде әлем бойынша теңгелер ешкім жоқ. Здесь выступают все чемпионы Казахстана. Бұнда Қазақстанның барлық чемпиондар өнер көрсетуде. Олимпиададан кейінгі алғашқы халықаралық додамыз. Қазіргі жарыс іріктеу десек те болады. Сыннан сүрінбегендер олимпиадада өнер көрсету ықтимал. Жарыс 25 маусымға дейін жалғасады. Осы аралықта ерлер мен әйелдер 16 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтайды. Ал отандық зілтеміршілер бұнымен тоқтамайды. Студенттер құрамасы Қазан қаласында алау тұтанатын дүниежүзілік универсиадаға аттанса, жастар құрамасы Бішкекте өтетін Азия чемпионатын өнер көрсетпек. Ал негізгі нысана 2014 жылы Бразилияда өтетін жазғы олимпиада. Төрт көліне көз түскен додада жерлестеріміз барлық осы салмақта көк байрағымызды биік тұғырдан көрсетуді мақсат қылып отыр. Аслан Қаженов, Айтжан Отсыбаев, 24 KZ.